Қайырлы күн, құрметті тыңдармандар. Мен де өз басымнан өткенімді бөлісейін дедім. Кішкентай кезімде, мен ол кезде шамамен 7-8 жастамын. Сіңілілеріммен қалалық паркқа барып, гүл теріп жүргенде біреу аузымды жауып, көтеріп әкетті де шөптің үстіне апарып, жатқызып, өзі бар денесімен жата қалды. Аузы мұрным жабық, мен тұншығып, қатты тыпырлап айғайлауға шамам жоқ. Сол кезде бір сіңілім атымды атап айғайлай бастады, қайдасың деп. Сол кезде анау мені жібере салды. Мен 4 аяқтап еңбектеп ашық жерге шығып үлгердім. Дірілдеп сөйлеуге шамам жоқ. 2 қызды қолынан ұстап үйге қарай жүгірдім. Мамама айта алмадым. Ол кезде әкем ішетін. Мамам өшін менен алама, кілем қағатын хлопушкамен аямай ұратын. Ана жігіттің түрі әлі есімнен кетпейді. Әкеміз 10 күн ішсе 1-2 ай жақсы жүреді. Жағдайымыз нашар болды. Түске дейін киген киімді 2-ші сменге 2-ші қыз киіп баратынбыз. Содан мен 9-ші сынып бітіріп, Алматыға мені училищеге түсірді. Жасым 14-те. Мектепке ерте барғанмын. Әкемнің ағасының үйінде жатып оқыдым. Бұл ағам да ішсе тоқтай алмай жатып шеді. Бірақ жағдайы жақсы болды. Содан ештеңеден тарлық көргем жоқ. Сөйтіп ағамның бір күні запойында үйге сол кісімен жалғыз қалып қойдым. Ол кісі ұйықтап жатқан. Содан бір уақытта оянып мені шақырды. Өзі әлі мас. Мен ойымда түк жоқ, жанына бардым. Халатымның кеудесінен шап беріп мені өзіне тарта бастады. Мен шошып жұлқынып қалғанда халатымның түймесі үзіліп, әйтеуір арпалысып қашып шықтым. Тағы да мені Құдай сақтап қалды. Содан жылап далада жүрдім. Жеңгем келгенде бәрін айттым. Айқай шу болып жатқанда киімдерімді жинап, әкемнің қарындасының үйіне кеттім. Алдында автобуспен бір барып көргем. Адаспай оңай таптым. Жылағаннан көзім үсіп кеткен. Тәтем көріп шошып кетті. Үйде өзі ғана болған. Бәрін айтып бердім. Екеуміз еңіреп жылап, содан жатақханадан орын алғанша сонда болатын болдым. Ол кезде енесімен тұратын. Сонда қалуға рұқсат ала алмай жалтақтап бітті. Сонымен студенттік өмірім жатақханада жалғасты. 2-ші курс оқып жүргенде бір қыз ағам армиядан келеді. Барып келейік деп комнатада тұратын қыздарды шақырды. Ол кезде мен 15-темін. Бәріміз жиналып бірге бардық. Алматының маңайындағы бір ауылды жер екен. Содан кешке отырыс болды. Кісі көп. Содан жастар жеке отырайық деп басқа үйге бардық. 20 шақты жастарымыз. Бәріміз отырмыз. Содан есімді білмеймін. Ішіп отырған сусындарымызға бірдеңе қосқан екен. Оянсам, әлгі армиядан келген жігіт жанымда жатыр. Үстімде дым киім жоқ. Өзімнің ол кезде етек кірім келіп жүрген. Төсекті қарасам қан-қан. Не болғанын түсініп шыңғырып айғайлап жылай бастадым. Бәрі ұйықтап жатыр. Ана жігіт оянып мені жұбатпақшы болды. Киініп алып басқа бөлмеге барсам, тағы 3 қыз солай жалаңаш ұйықтап жатыр. Сол кезде 4 қыз зорланыппыз. Әрең дегенде бәрін оятып, у-шу болып жылап сықтап жатақханаға қайттық. Содан мен қатты депрессияға түстім. 4 күн ауырып сөйлей алмай жаттым. Ана жігіт кейін келіп менімен сөйлеспекші болды. Қыз екенсің, мен саған жігітің болайын. Қайдан күш алғанымды білмеймін, қуып шықтым. Ал ана бізді алып барған қыз сол кезде білді ма, білмеді ма, тағы бір қызбен үйіне қайтып кеткен. Сөйтіп күндер өтіп жатты. Ол қызбен ешкім араласпайтын болдық. Өзіміз жиналғанда бір жылап аламыз. Бір күні кешке қарай жатақханаға бір бандитсымақ бала келді. 90-шы жылдар ғой, рекет деген көп болатын. Сол сөздің өзінен қорқатынбыз. Естіген кезде біз есігімізді жауып алып шықпауға тырыстық. Сөйтсек түнде әлгі бізді қонаққа апарған қызды сол жігіт зорлаған екен түнде. 1-2 айдан соң ба кейін әлгі жігіт келді маған. Кешірім сұрады. Көз жасыңа қалдым, үйленейік дейді. Мен ол кезде әлі 15-темін. Бірақ мен маңыма да жолатқан жоқпын оны. Сөйтіп оқуымды бітірдім, диплом алдым. Әлгі тиіспекші болған ағам
Өзінің күнәсін жуып шаю үшін ба білмеймін, маған Алматыда қал. Бір бөлмелі үй әперем, дипломың бар, жұмыс істе, университетке түсірейін деді. Мен көнгенім жоқ. Қайтамын дедім. Осы болған оқиғалардың біреуін де шешеме айтқан емеспін. Әлі де арамызда барьер тұрады. Біраз кішкентайымда ұрғанын кешірдім. Өзі ішкіш әкеммен 5 қызды асырау оңай болмаған соң сондай болған шығар. Сонымен өз қалама қайтып жұмысқа тұрдым. Ол кезде менімен жастылар енді ғана мектеп бітіріп жатты. Мен мектепке ерте барғанмын. Түрім әдемі болған соң шығар, жігіттер көп қырындайтын. Ал мен ешкімге жолағым келмейтін. Сөйтіп жүріп бір күні қазіргі күйеуіммен таныстым. Ол сол кезде біздің қаладағы техникумда оқып жүрді. Екеуміз кездесіп сөйлесіп жүрдік. Ол кезде күзде сельхоздар жұмысқа жіберетін. Ол сонда кеткен. Бір күні кешке сол жігіттің ағасы келіп тұр. Саған сәлем айтып жіберген. Кешке келем, сонда айтам деп, мен аңқаулығым ба, балалығым ба, кешке шықтым. Сонда жүр, мына жерде жүре тұрайық деп мен келістім. Сол неге бардым деп әлі өкінем. Сөйтіп келе жатып, мені көтеріп әкетіп зорлады. Қарсыласқаныммен мен кішкентаймын. Ол денелі болатын, әлім келмеді. Содан жылап түн ортасына дейін далада отырып, түнде тыныш қана кеп жаттым. Таң атқанша ойланып таудан секіріп өлмекші болдым. Тауға барып отырып секіре алмадым. Қанша дегенмен жан тәтті екен. Сүмірейіп жұмысыма бардым. Содан жігітім келді. Мен оны қатты жақсы көріп қалдым. Ештеңе айта алмадым. Бірақ ол уже білген екен. Әлгі аға сымағы мақтанып барды ма, кім біледі, айтып қойыпты. Келгеннен өзін салқын ұстады. Содан екеуміз кездесіп жүріп ұрсысамыз. Кетем, тастайым дейді. 2 күннен соң сенсіз күн көре алмайым дейді. Солай 2 жолдай жүрдік. Не мен кете алмаймын, не ол кете алмайды, бір-бірімізді жақсы көреміз. Арамызда ағасының істегені тұрған екен, мен де айтпадым. Содан менің аяғым ауыр болып қалды. Сосын үйлендік. Сосын кейін тойдан кейінгі бір ұрыста ағаммен неге жаттың деп әбден ұрды. Өз ағаңа да тиіскізген өзің кінәлі деп енем ылғи ұрыстырып жүретін. Не үшін ұрсып жатқанымызды білмейді, әйтеуір мәз мені ұрғанына. Әбден айызы қанды, ұр деп. Кейінгі өмірімді жазсам жеке бір кітап болатын шығар. Енемнен де біраз қорлық көрдім. Ол кезде біз басқа қалаға көшіп келгенбіз. 5-ші этаждан секірмекші болдым. Басымнан сотрясение алып ауруханада жаттым. Енемнің айдақтауымен болған. Қатты қызғаншақ, әлі күнге дейін қызғанады. Бөтен еркек сөйлесе ұрса шығады. Бірнеше рет кетіп те көрдім, бірақ маза бермейтін. Жалынып, жалбарынып қайтарып алады. Сосын біраз уақыт өткен соң тағы концерт қоя бастайды. Көбінесе енем бастап беретін, арғы жағын қызғанышпен, ұрыспен бітетін. Бірақ ішпейтін, шекпейтін. Атам ғана мені қорғап жүретін. Ол барда бәрі тыныш. Сөйтіп алысып жүріп өмірімде өте шығыпты. Өз ағам онкологиядан қайтыс болды. Балалары байлығын бөлісе алмай өзара соттасып тоз-тоз болып кеткен. Күйеуімнің ағасы 3 рет үйленді. Әр жұмысқа тиіп қашып тұрақсыз, онымен араласпаймыз. Ұлдарым өскелі бет алы сөйлегені азайып, бірақ қызғанғанын қояр емес. Үйде болса телефонымды қопарып, кім не жазды, кім звондады, бәрін ақтарып тексеріп отырады. Өзімді осының бәрінен психологияны кітап оқудың арқасында алып шықтым. Қарап отырсам, бүкіл жастық шағым арпалысумен өткен екен. Жақсы күндерім де болды. Қазір осы барыма шүкір деймін. Ал күйеуімді сол қызғаншақтығымен қабылдадым.